Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім. Мына тағы да салаттың кезегі. Жаздың бір күні, қыстың бір аптасына азық дегендей, міне біздің тағы да салатты сақтау жолын көрсетейін деп жатырмын. Алдағы уақытта әлі де көп деген рецепттермен сіздерді таныстыратын боламын, сондықтан алдын ала тіркеле беріңіздер. Міне алдымен мен қырыққабаттан бастайын. Бұл салат емес, мына қызанақты бітеу күйінде араластырып, мыналарды турап, міне қырыққабатты және сәбізді теркадан өткізіп, осылай араластырып, қазір шетінен көре отырарсыздар. Міне қымбатты көрермендер, мен қырыққабатты турап болдым. Енді сәбізді өткізгіштен тураймын. Енді міне тәтті бұрышты турайын деп жатырмын ең соңында. Турайтын заттарым осымен болады. Міне мен енді бисмилля деп банканы салуды бастайын. Мына зонтик деп қояды ғой, осындай зонтик укропты саламыз. Әрбір банкіге бірден салсақ жетеді. Осы зонтиктен бастайын. Қазір бұл салатты жақсылап араластырамыз. Міне бәрін дайындап, турап, салатын қызанақты бітеу күйінде салып болдым. Енді міне қайнақ су құйып, 100 градустағы қайнақ суды құямыз да 20 минутқа қақпағын толық жаппаймыз, до конца дейді ғой, до конца жаппаймыз, солай 20 минут қойып қоямыз. Мына банкім бағанан бері бос жабылған күйінде 20 минут тұрды. Енді оның суын құйып аламын. Міне енді жабуды бастадық. Бәріне алдымен тұзын, қантын салып шығайын. Бір үлкен ас қасықпен 1 қасық тұз, 2 литрлік банкіге 1 қасық тұз, 2 қасық қант. Өзінің суын құйып алайын. Енді менікі уксус құйылады, менікі 70% болғандықтан сіздерге түсінікті қылып айтайын. Шай қасықпен 1 қасық.
міне бүгінгі банкім осымен аяқталды. Қымбатты менің көрермендерім, менің қазіргі жапқан банкаларым ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздердің әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз мен үшін өте қымбат. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.